Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бойтұмар арнасына қош келдіңіздер. Әсерлі оқиғаларды тыңдай отырып, менің ардыма жазыла кетіңіздер. Және де лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Махаббаттың құлы 4-ші бөлім. Кездесу. Жедел іздестіру тобымен оқиға болған жерге жеткен Райс, қоқыс контейнеріне лақтырылған мәйіт иістеніп кеткендіктен санитарлық қызмет келгенше күте тұруға қызметкерлеріне бұйрық берді. Жанындағы тергеушісіне куәгерлермен сөйлесіп болған соң тоқетерін баяндарсың деді де шетте тұрған бұрыннан таныс журналист жігітке таяп: сен бірінші көрген болдың ғой. Тілшілерде біз сияқты тынымсыз халық қой. Жүрген аяққа жүргем ілінеді деп ерте тұрған болдың. Ескі танысы бірдеңе айтпақ боп, ыңғайлана бергенде жанындағы бетіне маска таққан қыз: мен осы аумақты сыпырушымын. Мәйітті бірінші көрген мен, деп асығыс жауап қатты. Қоқыс салған арбамды төңкере берген едім. Ала дорбадан шығып жатқан қолды көріп, шыңғырып жібердім. Айып етпеңіз. Біз асығыспыз. Солай ма? Райс бұрын бір-екі сұхбаттасқан тілші жігіттің бейресми қалпын ұнатпай бұрыла бергенде тергеушісі жанына келіп: полковник мырза, жасы 25-26-лардағы еуропалық әйел, үстінде ешбір лыпа жоқ, кім екендігі белгісіз, буындырып, сосын бас сүйегін бір қатты нәрсемен жарып жіберген. Қоқысқа түнде тастауы мүмкін, себебі контейнерлерді кешкілік тазартқан. Ең әуелі осы маңайдағы үйлерді тексеріп шығу қажет. Әзірге учаскелік инспекторлар айналыса берсін. Бізде онсыз да жұмыс бастан асады. Енді бөлім жетекшісінің өлімін тездетіп ашуға бар мүмкіндікті жұмылдыру қажет. Ал банкирше, ол іс қысқартылады. Әйелі арызын қайтарып алам деп Мұханға телефон шалыпты. Райс Сапарович, банкінің аға менеджері бүгін соғам деген. Меніңше сол бір нәрсе біледі. Жақсы, онда сөйлес. Ал қазір офиске барып, біреу-міреу жоғалып, іздеу салып жатқан жоқ бекен, соны білу керек. Мына қылмысты ашу керек. Құп болады. Тергеу департаментінің басшысы полковник офиске жеткенде көмекшісі тағатсыздана күтіп отыр екен. Сізге бір кісі қайта-қайта телефон шалды. Ұялы телефоныңыздың нөмірін сұрап еді. Рұқсатсыз бере алмадым. Аты жөнін сұрасам айтпайды. Асығыспын. 3 сағаттан соң шетелге ұшам, сөйлесуім керек дейді. Енді звондаса қосыңыз. Міне, тағы звондады. Сол кісі бұлар. Қосыңыз. Алло, саламатсыз ба? Полковник Райс Сапарұлы тыңдап тұр. Бұл менмін. Ер адамның үні бәсең шықты. Сәл үнсіздік орнады. Райс Сапарұлы, бұл менмін, банкирмін. Кім дейсіз? Өлгендер қайтып келмейді деуші еді ғой. Соны түсіндірейін. Кездесейік, менің 3 сағат уақытым бар. Қызық болды. Сіз осы заманның Монте-Кристосы болдыңыз ғой. Бәрімізді дүрліктірдіңіз. Қайда барам? Адресіңізді айтыңыз. Нобель отелінің 224 нөміріне келсеңіз. Жарайды, күтіңіз. Рахмет, кешірім өтінемін. Қонақ үй қаланың шет жағында. Асыл сөрелге отырған полковник төте жолға қай жақпен түсерін білмегендей біраз әуреленді. Орталық көшелер жылда қопарылатындықтан айналма жолдармен жүруге тура келеді. Қысқасы осау деп түскен жолы жүрісін мандытпай малтықты. Германия мен ақшта жақсы жолдың бір шақырымы $6 миллион тұрады екен. Финляндия мен Канадада 8 миллион. Ал Ресейдің бір шақырымы 17 миллион. Әзірбайжанда $18 миллион. Солардың бәрін шаң қаптыратын біздің тас жолдарға шашылып жатқан миллиондардың есебі жоқ.
бірақ бірде-бірі сын көтермейді. Бұл көз бояушылық қашан жойылар екен? Бас тергеушінің 40 жыл жүргізген тергеу ісінде алғаш рет кездескен шым-шытырық оқиғаның кейіпкерімен тілдесуге құмартқаны сонша қонақ үйге тез жетті. Кіре берістегі ресепшн: «Саламатсыз ба? 224 бөлмеге келдіңіз бе? Сізді күтіп отыр, өте беріңіз» деп сыпайы қарсы алды. Қызық екен, мені күтетінін қайдан білдіңіз? Сіз тергеуші Райс Сапарұлы емессіз бе? Дәл таптыңыз. Мен сізді бұрыннан танимын. Әсте таң қалдырдыңыз. Сіз танитындай жастан өтіп кеткен тәрізді едім. Менің жолдасым құқық қорғау органында жасайды. Сізді аңыз адам деген. Солай ма? Енді көріп тұрсыз. Аңыз адам емеспін. Зато нағыз адамсыз. Нағыз адам еместерде бола ма? Ой, айтпаңыз. Ондайлар өте көп. Япырай, есте болсын. Ықыласыңызға рахмет. Сақал мұрты өсірген көзілдірікті бейтаныс лифтінің аузында қарсы алды. Келгеніңізге рахмет, мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Бұрын бірер рет көргені бар Райс мына алдындағы адамды банкир деуге сенбегендей, бірақ сол екендігіне күмәнданбаған күйде соңынан ілесті. Сіздей адамдардың жұмбағын шешу үшін бір ғана Шерлок Холмс болу азық етеді деді, таңғалғанын жасыра алмай. Талон кілтпен бөлмесін ашып, қонағын алға жіберген банкир есікті мұқият жапты. Бүгін әуежайда тексеруден өтіп, алаңға шығар кезде әкімшіліктің терезесіне келуімді өтінді. Сезікті секіреді деп өзімді бүркеншік атпен, жалған құжатпен бара жатқан соң жүрегім дүрілдеп жетіп бардым. Онда отырған әйел салмақты үнмен: «Сізден кешірім сұраймыз. Электрондық билетті алдын ала сатуға тура келеді. Өкінішке орай, сондай билет алған жолаушылардың кейбіреулері себепсіздіктен себепсіз ұшуға келмей қалатын. Ал бүгін бәрі келіп қалыпты. Сондықтан ең соңғы билет алған сіз болғандықтан 3 сағаттан кейін ұшатын рейске билетіңізді қайта рәсімдеуге мәжбүрміз» деді. Сол уақытты пайдаланып сізге телефон шалдым. Ал сіз шынында да білгір тыңшысыз. Осы заманның комиссар Мегресіз. Сіз менің құпия жоспарымды біліп қойған тәріздісіз. Білгенім рас. Осы уақытқа дейін неге кетпедіңіз? Газеттегі азанаманы оққан соң жерлеу рәсіміне қатысқым келді. Әріптестерімнің мен туралы не айтатынын білуге құмарттым. Өлген соң өзі туралы тірілердің не айтатынын есту екінің бірінің пешенесіне жазыла бермейді. Біреулер әсіресе отбасыңыз танып қалады деп қорықпадыңыз ба? Бетімде маска, көзімде үлкен көзілдірік. Ешкім көңілі бөлмеді. Сөйтіп өзім туралы жан тебірентерлік сөздерді естідім. Тіпті өлгім келмей қалды. Әшейінде сыр беретін талайсызды қабақтар шешіліп сөйлеп, мақтауымды жеткіздау. Таң қалдым. Осы сөздерді есту үшін өлім керек екен ғой деп ойладым. Әйтеуір баламның тыңдап отырғанына шүкіршілік еттім. Кейбіреулердің мақтауды жеріне жеткізген сонша өзім ұялдым. Адам тіршіліктегі бағасын білгісі келсе, өліп көру керек екен. Соған көзім жетті. Мықты банкир екенмін. Мықты отбасының ұйытқысы екенмін. Адамгершілікпен ар-ұяттықтан менен озған жан жоқ екен. Олай емес қой, полковник мырза. Мен нағыз суайтпын. Бұдан 25 жыл бұрын сүйгенімді жерге қаратып алдап кеттім. Сөйтіп оны жесір, баламды жетім еттім. Мені ақырғы сапарға шығарып салуға келгендер оны қайдан білсін? Мақтауымды жеткізіп, қолпаштап о дүниеге аттанырды. Бүгін ұшаққа іліккенімде сізбен жүздеспеген болар едім. Сізбен жүздесуге бұрында талай оқталғамын, батылым жетпеді. Осы мүмкіндік әдейі берілгендей қат толқыдым. Сосын тәуекел еттім. Сізден сұрайын дегенім, мен қылмыскермін бе? Заң алдында жауаптымын ба?
Өзім болсам заң алдында жауапты емеспін. Ар алдында жауаптымын деп ойлаймын. Ештен кеш жақсы. Қателігімді түзегім келеді. Өзім бірге сатқындық жасаған жандардың алдына барып, опасыздығымды мойындап, кешірім сұраймын. Ендігі ғұмырымды соларды бақытты етуге арнаймын. Өмірді қайта бастау оңай деп ойлайсыз ба? Жоқ, оңай деп ойламаймын. Бірақ өлексенің кепін киіп, өмір сүруден жеріндім. Бағлан Құттыбайұлы, сіз жадайды күрделендіріп, өзіңіз бар мен жоқтың арасы етіп жібердіңіз. Өзіңіз тығырыққа тіредіңіз. Бұл мәселені басқаша шешуге болмайтын бе еді? Иә, енді өкінгенмен не пайда? Енді сол тығырықтан шығудың бірақ жолы шетелге кету. Әлде сіз мені ұстап қаласыз ба? Егер сіз шақырмағаныңызда кедергі бола алмайтын едім. Қазір иә деп те жоқ деп те айта алмаймын, қиналамын. Сіздің қимылыңызда қасақана қаскүнемдік жоқ делік. Бірақ сіз отбасыңызды өтірік пен шындықтың ортасындағы орға жықтыңыз. Қандай болса да шындықтың жолы анық та ашық екенін ескермедіңіз. Сіз сондай салауатты, салмақты, білікті, беделді адам ретінде оңбай қателестіңіз. Бізді де тығырыққа тіредіңіз. Шынымды айтсам, сізбен бірге мен де қиналып тұрмын. Мұнан да менің сізді көрмегенім, бірімізді білмегеніміз жақсы еді. Райыс Сапарұлы, мен сүйгенімен табыстым. Бірақ құйрығыма қоламды байлағандай, ол жақта да жаным жай таппады. Бәрін бүлдіргенімді кеш түсіндім. Өзім солаймын. Бүлдіруін бүлдіріп алып түзей алмай жүрмін. Сіз маған салмақты, салауатты деп мінездеме бересіз. Мен ойланбай, орға құлайтын ағұшқын адаммын. Енді менің хикаямды тыңдап көріңіз. Бағланның хикаясы. Қаржы факультетінің студенттері КМЭП-тің акт залына жиналды. Алдыңғы қатарда отырған Бағлан бір топ қыз кіріп келгенде, ортасындағы айдай сұлудан жанарын аудара алмаған. Бұрын соңды көзіне түспеген арудың күлкісі ерекше. Бірден баурап, сиқырлап тастайтын құралы да сол тәрізді. Жанындағы курстастарынан бұл қыздар қайдан деп сұрады. Ағылшын тілінің студенттері. Ана ортасындағы солардың старостасы. Өтіп кеткендерге бұрылып қарауды ерсі көрді де, лекция біткен соң сыртқа шығып жол тосты. Шуылдасып, баспалдақтан түсіп келе жатқан қыздармен қалай тілдесерін білмей тұрды да, өзіне көңіл аударғандарды байқап, маған да ағылшын тілін үйретіңдерші, сіздерге қарап қызығып кеттім деді. Бір қу тілді қыз, бәріміз үйретеміз бе? Біріміз үйретеміз бе? Кімді қалайсыз, ашығын айтыңызшы. Әйтпесе бәріміз таласып, масқара болар жайымыз жоқ. Кімге көзіңіз түсті? Ой, қу неме, айтын келмесе айтпай-ақ қой. Онсыз да білеміз. Айғыз, бұл жігіттің сенімен танысқысы келеді. Атыңыз әдемі екен, менің атым Бағлан деді. Екеуі кейінге алды. Қыздардың көңілді екен. Мамандығымыз сондай, көңілсіз болуға болмайды. Қыз аппақ тістерін көрсете жарқ етті. Күлкісі таңғажайып. Бірден үйріп алады. Жігіттің арбалғаны сонша. Қайда, қалай кетіп бара жатқан болжаудан қалды. Қыздардың жатақханасына кіресіз бе? Қыз тағы күлді. Осындайда сиқырлы күлкі болады екен-ау. Тіпті басқа дүниенің бәрін тәрк етіп, оның осы сәулелі сиқырлы күлкісі үшін ғана соңынан ере бергісі бар. Күлкіңіз қандай әдемі, өзіңізге жарасымды, деді қобалжуын жасыра алмай. Қыз мойылдай көздерін жаудыратып аузын томпайтты. Мен сізді бір жөні түзу сөз айтады екен десем, сізде ана барлық көрсе қызарлармен бірдей екенсіз ғой. Оларды да менің күлкім қызықтырады. Мен қуыршақ емеспін ғой, тіпті күлмейін-ақ деймін. Бұл табиғи құбылыс. Жоқ, жоға, мені дұрыс түсінген жоқсыз. Сіз маған сол табиғилығыңызбен ұнайсыз. Күлкіңіз де табиғи құбылыс. Сау болыңыз.
сәл ғана кідіре тұрыңызшы. Енді қашан кездесеміз? Телефон нөміріңізді жазып алайын. Қайтесіз? Вахтершіге шақырып жіберіңіз десеңіз, шығамын. Қазір қыдыратын уақыт жоқ, сессия. Баланы одан былайғы күндері жатақхана есігін аңдумен өтті. Өткен кеткендер, байғұсай, ашық қой қайтсын деп сыбырласады. Кейбіреулері красавчик екен, но наша Айғыз настоящая красавица деп мұрындарын шүйіріп өтеді. Қыз кейде шығады, кейде шықпайды. Осылай итіс тартыспен бірталай уақыт өткізді. Бұлай қарағанда қыз да кетәрі емес тәрізді, бірақ сыр бермейді. Ақыры қыздың досы Айнұрды айналдырып, мен оған ессіз ғашықпын. Ал маған неге қарамайды, әлде жігіті бар ма? Деп қыл-қуырдай қадалды. Қызықсың, кеше ғана емес пе танысқаның? Қыздардың құшағыңа құлай кеткеніне үйренгенсің ғой. Айғыз ерекше қыз. Сосын неге екенін сен дегенде қыз беткен ішкен астан жерге қояды. Сені бірінен бірі қызғанады. Содан да ол қашқақтайтын болар. Неге? Мен ешкімге қырындаған жоқпын ғой. Білмеймін, әйтеуір Айғыз жүрексіне береді. Сен айтсам, от басып алғандай шошып түседі. Ең бастысы кетәрі болмаса болды. Сонда не істемекшісің? Үйленемісің? Әрине үйленем. Ондай қызға қолым жетсе, арманым болмас. Айнұр, сөйлесші. Мен оған шын ғашықпын. Ол әзір тұрмысқа шықпайды. Білімін шетелде жалғастырмақшы. Мейлі, мен оған көмектеспесем, кедергі келтірмеймін. Тек маған сырт қарамаса болғаны. Айнұр қатты азғырып жіберді ме, содан былай қыз жылы ұшырады. Ақыры екеуі кездесетін күнді белгіледі. Ол күні Бағлан лекцияны бірін тыңдаса, бірін тыңдамады. Уақыт та өтпейді. Сабақ аяқталысымен бөлмедегілердің ең тәуір деген киімдерін иығына іліп, автобус аялдамасынан бір шықты. Жолдан гүл алды. Күн тамылжып тұр. Алатаудың ақ бас шыңдары жарқырай ашылған. Жігіт бір кітаптан Жапонияға барған адамдар жағаға жақындағанда Фудзи тауы көрінетін болса, олардың жолы болып, Жапон халқы жомарт жүрегін ашады. Ал егер Фудзи мінез көрсетіп, бұлтпен тұмшаланып алса, барған адам ол арада 10 жыл тұрса да, ең бастысы қол жеткізе алмайды. Ол араның тұрғындарының жанын түсінбейді. Осы тұрғыда Алатау мен Фудзидің арасында бір ұқсастық бар. Соңғы жылдары алып Алатау жиі тұмшаланып, асқақ шыңдарының жар басын келім кетімділерге сирек көрсететін болған. Ол да тектілік, тентектік танытып, көрінгенге көрінбейді. Тайлар оның өр тұлғасын бір көруді армандап, телміретін күйге жетті. Жүрегін ғашықты оты жайлаған жас жігіттің алдынан Ақбастаудың ұшар шыңдары ап-анық болып ашылғанда, ақсақалды қария ақ жол тілеп тұрғандай әсерленіп, көңілі алып ұшты. Бұл фәниде көргенде арманда, көрмегенде арманда, қыз өркеш қияндар мен мұндалап тұрғандықтан көзі талғанша қарады. Қандай сұлулық, қандай биіктік, қандай тазалық деп өз-өзіне күбірледі. Қалда телефоны дзетті. Айғыз, кешіктім бе? Автобуста келемін. Жарайды, онда үйге кел. Мен ауқат әзірлейін. Батыста тамақты ауқат деп айтпайтындықтан жігіт түсінбей қалса да, қыздың іш тартқанына мәз болды. Көп қабатты үйдің кіреберісіндегі домофоннан 42-ші пәтерді тергенде, кіріңіз деді іштен. 2 бөлмелі пәтердің евро жөндеуі, жиһаздарының үйлесімділігі көз тартады. Мынадай пәтерді жасандыру үшін қанша ақша керек? Демек апасы бір мықты қызметте жасайтын болды деп ойлады. Апаның талғамы күшті екен деді. Мамандығы кім?
Әпкем шетелдік компанияда заңгер. Қазір ағылшын тілін жетілдіру үшін Англияда 2 жылға оқуға кетті. Мен де біраз оқыттым. Бірақ ол жақтың оқуын біздікімен салыстыруға келмейді. Диплом алған соң мен де сонда барып білімімді жетілдірем. Әпкем маған пәтерін қарай тұруға тапсырды. Соған байланысты оқуды бітіргенмен ол келмей бұл жақтан кете алатын түрім жоқ. Әрине, мынадай пәтерде бір жолата тұрып қал десе де қарсылық көрсету орынсыз. Менің өзімнің пәтерім болады. Қыз қабағын шытты. Бағлан артық кеткенін сезініп, онан да тауға шығып келелік. Алатау бар сұлулығымен айқара ашылып тұр. Тауға шығып, қыдырып келелік. Әттең, бұл тілегіңізді орындай алмаймын. Бүгін сабағым бар. Сіз үшін 1 сағат қана уақытымды бөлдім. Келесі кездескенде болмаса. Ол енді қашан? Білмеймін. Менің палауымнан ауыз тиіп, шай ішіңіз. Менің анам палауды өте керемет әзірлейді. Өзбек ағайындардан үйренген. Шымкентте өзбек көп қой. Мен ондай етіп әзірлей алмаймын. Бірақ көріңіз. Жайпақ табақшаға үйілген палаудың түсін көріп ақ, Бағланның аузынан сілекейі шұбырды. Мен жемей-ақ тойып қалдым, деп күлді. Өзбек палауы. Бірақ біздің етке жетпейді. Ет дайындайтын уақыт тығыз болды. Келесі де болмаса. Мен сен не дайындасаң да тіпті маған арнап, у дайындасаң да ішіп қоюға дайынмын. Мен сізге неге у дайындауым керек? Маған тигізген ешбір зияныңыз жоқ. Сізге зиянымды тигізгенше өліп кеткенім жақсы. Сосын біз біраздан бері доспыз. Сіз біз дегенше сен деп сұралғы достарға ұқсағанымыз дұрыс қой. Әрине, бірақ мен сізді әлі де дұрыс білмеймін. Ал мен сені көптен білетін тәріздімін. Сонша уақыт көрмей, қалай өмір сүргеніме таң қаламын. Әсіресе жатақханадан көшіп кеткелі, көзімді ашсам да, жұмсам да, көз алдымда тұрасың. Қыздардың арасынан сені көрмеген соң көңілім құлазиды. Сен жоқта жатақханада жетімсіреп тұрғандай. Онда сіз де пәтерге көшіңіз. Көшір едім. Әке шешем бай емес. Шықпа жаным шықпа деп әрең күн көруде. Оқуды тезірек бітіріп, соларға көмектессем деймін. Қалаға көшіп, жер үй сатып алыпты. Тұрған аудандары да онша қолайлы емес екен. Солай ма? Енді бітіресіз ғой? Біздікілердің жағдайы жаман емес. Атанам інімнің қолында. Інімнің жеке меншік компаниясы бар. Тұрмыстары жақсы. Солай болса да, мен оларға салмақ салмай, өз күнімді өзім көрем. Ауқатты отбасыларының балаларына ағылшын тілінен репетиторлық алдым. Ондай табыс табуға мамандығым келмейді. Біз тұрмыстық проблемаға көшіп кеттік пе? Ол да керек. Ал мен тек екеуміз туралы ойлағым келеді. Айта беріңіз, тыңдап отырмын. Айғыз, сүйген жігітіңіз бар ма? Білмеймін, әлі ешкімді сүйіп көрген жоқпын, ойланып жүрмін. Мені ше? Ой, қатырасыз, солай сұрайым екен? Бұдан ары шыдамым жетер емес, мен сізге ғашықпын. Бұрын ғашық болып көрмеп едіңіз? Тап сізге ғашық болғандай ғашық болған емеспін. Бірақ ғашық болдыңыз ғой. Ұнатқан қыздарым болды. Бірақ олар сіздің тырнағыңызға да татымайды. Оны қайдан білдіңіз? Мен сияқты сұлу болмады ма? Сұлу емес, сүйген сұлу деген. Сізді көп қыздар жақсы көреді. Көріктісіз, көрнектісіз. Мейлі, менің жүрегім тек сен деп соғады. Жүрекке әмір жүрмейді. Білмеймін, әзір айта алмаймын. Бағлан ұшып тұрып қыздың білегінен ұстады. Маған неге сенбейсің? Мен сенбеймін деген жоқпын. Мен сізді дұрыс білмеймін дедім. Мен сен қанша күттесең де күтуге әзірмін. Менің сабаққа баратын уақытым болып қалды. Айып етпеңіз. Сессия.
жұмыс, ешбір уақыт жоқ. Бұдан былай скайппен хабарласып тұрайық. Жарайды. Тек кешкілік, күндіз уақытым жоқ. Бағлан өзінің алғашқы кездесуіне көңілі толмағанмен қыздан күдер үзбеді. Ол кет әрі емес, бірақ бұған сенбейді. Қыздардың бәрі алғашқыда солай етеді деп ойлаған жігіт көңілденіп қайтты. Қайтарда Алатауға қарағанда ақ шарбы бұлттармен бүркемеленіп алған екен. Сол бұлттардың арасында ұшақ ұшып барады. Апырай, жүрегі жұтқан деп осыларды айт деп ойлады. Бағланның жатса тұрса ойлайтыны айғыз. Қыздың төбесі көрінсе болды, жетекке ерген ботадай жалпылдап жанынан табылады. Көз жазып қалса, ішкен асы бойына тарамайды. Қияли болып алады. Жанындағы жігіттер: «Эй, Ромео, тұр, тамақ шек, Джульеттаңды күнде көріп жүрген жоқпысың?» деп қағытады. Жігіттер сенесіңдер ме? Мен осы қыздан көз жазып қалатындаймын. Бір түрлі сенімсіздік бар. Онда үйленіп алмайсың ба? Ақшам жоқ. Туу сода сөз боп па? Енді қалай? Өзім әрең оқып жүргенімде қалай үйленем? О, бір аттасың, бітіргелі тұрған жоқпысың? Тума туыстарың, атаның бар емес пе? Қазаққа той жасау деген жоқ болса құралады, бар болса тоналады. Онанда қызың тамырын басып көр. Шығам деп жатса ойланба. Тума туыстарыңа хабарла. Ертең ақ артынып-тартынып жетіп келеді. Аузыңның салымы бар екен. Ол қыз ақылды әрі сұлу. Әйтеуір адамды тартып тұратын бір қасиеті бар. Әй, не деп тұрсың? Сонда мен ақылсызбын ба? Ашуланба, қыздың қылықтылығын айтамыз. Өздерің ғашық болмаған соң мені түсінбейсіңдер. Бағлан қолын сілтеді. Кешке қарай ноутбугын ашып, қызға хат жаза бастады. Көңіліне келген көрікті ойларынан өлең шумақтарын құрастырады. Жаным, сені сүйгеннен ақын болып кеткен жайым бар. Мына шумақтарды оқышы деп жазады. Жан бар мекен, жанарыңа сүрінбеген, кірпік қандай дірілдеген, жауқазын гүл үзілмеген. Пәлі, тым жақсы ақын екемін ғой. Оқып пікіріңді жазшы деп үзігеді. Сол бойы қыздан хат түсті. Бағлан, шынында да талантың бар екен. Мына жолдарды өзің шығардың ба? Финансист осындай өлең жаза ма? Шын ғашық болса жазады. Ал сен ше, ең болмаса ағылшын тілінде жазшы. Аудартып алам. Бізде де ағылшын тілін шемішкеше шағатындар бар. Окей. Әрбір сөзің жадыратып жанымды, тасытады бойымдағы қанымды. Сүйген жанды сүймей өтсем өмірде, қалмай мекен өкініші көңілде. Іле, Бағлан, менің шумақтарымды оқыдың ба деп жазды. Таңқалған жігіт: тамаша, ақын мен емес сен екенсің. Керемет. Айғыз, менің бір ақын досым бар. Көрсетсем қайтеді, ренжімемсің? Қалай көрсетесің? Мен мұны саған ғана арнап жаздым ғой. Маған арнады деп мақтанам. Жоқ, бұл екеу ара ғана сыр. Адам жан сезімін сыртқы дүниеге ақтара салмайды ғой. Жарайды, онда мен де саған жауап жаздым. Мен де сені жүрегіме балаймын, сені ғана көп ішінен қалаймын. Қол ұстасып жүрген кезде екеуміз ең бақытты жанға өзімді санаймын. Сенгім келмей дұшпандардың сөзіне, сейілтемін сезігімді қарағанда көзіңе. Сүйген жаным жазылмасын жұмымыз, мына өмірде жарасып дәм тұзымыз. Керемет, нағыз ақынсың. Айым, бүгін кездесейікші. Оқудың бітуіне де аз уақыт қалды. Болашақ туралы сөйлесейік. 6-ға дейін сабағым бар. Онда 6-тан кейін келемін. Кеш қой, келесіде. Ноутбугын өшірген жігіт ыңылдап әндете жөнелді. Сол бойы компьютерді қайта қосты. Жаңағы өз жазған өлеңдерін өзі қайта оқып мәз болды да, мен сияқты ғашық болғандар оқысын деп әлеуметтік желіге салды. Қайырда неше түрлі мазмұнды сәлемдемелер жолданды. Біреу тым жақсы ақын екенсің десе, біреу немене, өлең саған ойыншық па, неге ойыңа келгенді жазасың деп әкіреңдеді. Біреу ақымақ екенсің, сүйген қызыңа жазсаң, шашы жіберіп нең бар деп сөгіпті. Сен мені көрмей білмей,
Сыртымнан тон пішетін кім едің деп, бұл да дүрсе қоя берді. Мына біреу көлгірсе ме, сендейлердің көкейін не тесетін білемін. Сол қызды алдап, қасына бір қонып шыққан соң, тым көрмегендей боп, басқа біреуге бұлшылбайыңды жазып шыға келесің ғой, депті. Оттапсыңдар, мені кім деп отырсыңдар? Ғашық болып көргенсіздер деп жауап қайырды. Осылай екеуі қолдары қалт етсе, интернет арқылы хабарласып, хат жазысып, арада талай айлар өтті. Қыз қасына жақындатпайды да, алыстатпайды да. Бірде кешкілі хабарласып, бір талай әзілдескен соң, жігіт қарны ашып, ішегі шұрқырап отырғанын айтты. Онда таксиге отыр да, кел, шұшпара дайындаймын, деді қыз. Сосын кеш болып кетеді, қайта алмаймын ғой. Мықтаса әпкемнің бөлмесіне жата кетерсің. Бос тұр ғой, деді қыз. Окей. Жігіт орнынан ұшып тұрды. Қыз шақырғанда, оның ішінде сүйіктісі шақырғанда, қалай шыдасын? Қалтасында бір тиыны жоқ болса да, тәуекел етіп, жанындағы жігіттерден таксиге ақша сұрап алып, тау самалы қайдасың деп тартып тұрған. Алатау жақтан ерте көктемнің иісін ала келгендей, қоңыр жел еседі. Шіркін, сүйіктімді құшағыма алып, құмарланып сүйетін күнім болар мекен? Әлде осы түн мені дүниедегі ең бақытты жан ете ме, кім білсін? Қыз күлімдеп қарсы алды. Жігіт бетінен сүйді. Келе жатқан көктемің мен тау жақтан көктем лебі соғады. Иә, мен де соны сезгемін. Қыз әлденеге қысыла күлімсіреді. Енді аз уақыттан кейін оқуды бітіріп, Алматыдан кететінімізді ойласам, Алатауды қимаймын. Керемет, осы жер маған жер үстіндегі жұмақ тәрізді. Мен күнде таңертеңгісін балконға шығып, тауға қараймын. Ол маған қарайды. Мен оған армысың Алатауым, мынау көп кішкене жандардың ұлы арманына ұқсайтын асқақ шыңдарының қай уақытта, қанша қарасаң да аласармайтындығы, ешкімге алданбайтындығы, ешкімді алдамайтындығы, құдіреттілігің де сонда. Саған қараған әр пенденің жаны жасарып, жүрегі жыр-жырлап, сенің маңғазда мұрғау тәкаппар келбетіңе сыйынып, серпіледі, сергейді. Мәңгі жасай бер, мәңгі сұлулық, деп дауыстаймын. Оның тау тұлғасына қарасам, өмірде таңғажайып құбылыстардың болғандығына иланам. Қыз толқи сөйледі де, шынында да сағынамыз-ау деп мұңайды. Бейне таспаға түсіріп аламыз. Студенттердің барлығы оқу аяқталарда тау шатқалдарын аралап, тамаша табиғат көріністерін фильм етіп түсіріп алады. Мен саған талай рет ұсыныс жасадым. Өзің бас тартасың. Уақыт таппаймын. Енді диплом алған соң болмаса, 5 жылда 1-2 рет тауға барыппын. Оқасы жоқ. Ол олқылықтың орнын толтыруға болады. Ал қазір қайда қыдырамыз? Қайдағы? Күні бойы жүрістен шаршадым. Саған тосын сыйлық 5 бармақ астым. Тек жаймасын салу ғана қалды. О, бұл шынымен тосын сый. Мен етті қашан жегенімді ұмытып та қалдым. Жүр, онда ас үйге барайық. Ту, жылқының еті ме? Иісі қандай? Мұрын жарады. Иә, көптен жатқан сүр болыпты. Қазір нанын сала қояйын. Мен де жәрдемдесейін, не істейін? Сен бе жуа турай салшы. Менің ең ұнатпайтын ісім. Көзімнің бояуы ағып, сора-сора боп мазам кетеді. Жарайды, қайда? Тар ас үйде екеуі соғысып қалды. Сасып қалған қыздың албыраған жүзіне қан ойнады. Жігіт тұла бойындағы лап еткен дүлей сезімін қалай ноқталарын білмегендей, сәл кейін шегіне, артындағы шкафтың бұрышына оңбай соғылып, ауырсынып қабағын шытты. Оны байқаған айғыз, фу, ас үй таптар. Бұл іске сізді бекер араластырдым. Қатты соқтыңыз ба? Ауырып кетті ме? Ештеңе етпейді.
өзім де анау-мынау жерге сыймаймын. Ер адамның шынашақтай болғанның несі жақсы? Сол кеш екеуі ұзақ әңгімелесті. Қыз жалғыздықтан әбден ішім пысып кеткен еді. Әпкемнің бөлмесіне төсек салып берейін, қона салыңыз деп бұлқа салды. Жігіт салқын төсекте көз іліндіре алмай біраз жатты. Сосын қызды сүйетіндігін, үйленуге бел байлағандығын ойлап, игіліктің ерте-кеші жоқ деген. Неге біз сол ләззатты сәтті қазір бастан өткірмейміз? Мұнымды Айғызға айтып түсіндірсем, ол да жас емес пе? Түсінер деп үміттеніп, қыздың есігін түртті. Айғыз жаным, қасың жатып, сәл жылынайын, тоңдым. Балконы тау жаққа қараған бөлме салқын. Қызда үн жоқ. Жігіт тағы тырсылдатты. Бағлан, мені сынағыңыз келе ме? Әлде өзіңізді сынағыңыз келе ме? Қыздың даусы дірілдеп шықты. Сізді қалдырмауым керек еді. Жаным, мен сені шын сүйем. Жақсылықтың ерте-кеші бар ма? Шын сүйген жан күтеде білу керек қой. Мен сені өмір бойы күтемін. Тек жаныңа қисайып, жұпар есіңді иіскейін. Қыз үнсіз. Шамалы уақыттан кейін есіктің тұтқасын бұрап жіберді. Тек маған тимеңіз. Мен өзім сүйген адамның табалдырығынан, судан таза сүттен ақ адал болып аттағым келеді. Сол табалдырық осы жерден басталса ше? Бұл сіздің табалдырығыңыз емес, әпкемдікі. Аяулым, біз 21 ғасырда өмір сүрудеміз. Қай ғасыр болса да, қыз бен жігіттің бір-біріне адалдығы уақытпен бірге мәңгі жасайтын ардыңыз емес пе? Сол ата-бабамыз берік ұстаған адалдықтан бізбен сіз жырдай болсақ қасиетті неміз қалады. Сен менің өмір бойы әлпештеп өтер ар намысымсың. Жігіт жыларман болып отырған қызды қапсыра құшақтап, тұншықтыра сүйді. Мен сені жанымнан да артық көремін. Мен де, бірақ ерте, бәрі дұрыс емес, әуелі некеге тұрайық. Енді аз уақытта оқуды бітіреміз, екеуміз некеге тұрамыз. Мен сені ақ некелі жарым деп қабылдаймын. Уайымдама. Жігіт қызды бауырына тартып, елжірей сүйгенде, қыздың әл-дәрмені кете берді. Тек барым, нарым деген ыстық үндер үзіліп естілді. Сол күннен бастап Бағлан мен Айғыздың жұптары жазылмады. Бағлан қыздың пәтеріне көшті. Ол күндер зырлап өте шықты. Қыз апасының шетелден оралуын күтіп, Алматыда қалатын болды. Бағлан дипломын қолына алған соң кеткісі келмей, мүмкін мен де қалармын, жұмыс іздейін. Екеуміз елге бірге барармыз деп үйлердегі сөзін айтқанмен, қызды көндіре алмады. Әпкем келген соң хабарлаймын, келіп алып кетесің деп айтқаннан қайтпай қойды. Солай сүйгеннің ыстық құшағын қимай, артына қарайлай жолға шыққан. Сол кеткеннен мүлде кететінен де хабарсыз күйде еді. Райыс Сапарұлы, менің жұмбағым осы. Иә, Қоңыр ханымның хикаясын естігем. Дегенмен бұл мәселені басқаша шешуге де болатын еді. Иә, оны кеш түсіндім. Тергеуде 30 жылдан артық қызмет жасадым. Бұрын еш нәрсеге таңданбаушы едім. Осы оқиғаға таңдандым. Осындай шытырман жасаудың не қажеттілігі бар? Біз тергеу процесінде эксгумация жасап, мәйіттің сіздікі емес екенін білдік. Актының сараптамасы бар. Айып етпеңіз. Ішімдіктің қай түрін ұнатасыз? Коньяк, виски, текила. Өлген кейіпкерімен сұхбаттасып отырған, ерлігім үшін бір жұтым болса да бренди ұрттайын. Брендиді мен де ұнатамын. Райыс Сапарұлы, сіз ғашық болып көріп едіңіз? Айта беріңіз, мен ғашықпын, сенесіз бе? Сенбегенде сіздің іс-әрекетіңіз сендіреді, айта беріңіз. Ұлы ақын Қадыр Мырзали, сен махаббатпен ойнасаң, тағдыр сенімен ойнайды деген екен. Сол махаббатпен ойнаған кісі мына менмін. Сосын тағдыр менімен ойнады.
сүймегенімнің сүйіктісіне айналып, сонша жыл бір шаңырақта өмір сүрдім. Мың күн шыдаған шөлмек бір күн сынады демей ме? Сол айтқандай бір күнде сындым. Тағдырды жасау әркімнің өз қолында деп ойлаушы едім. Ол мүлде басқаша екен. Тағдыр деген сенің пешенеңе жабыса кететін тылсым күш. Ол қалай айдаса, солай жүресің. Сен өз тағдырыңды өзім биледім деп ойлайсың. Бірақ ол көзіңе көрінбейтін ібіліс тәрізді бар өміріңе өз билігін жүргізеді. Мүмкін ол мен сияқты әлсіздерді жағалайтын жеті басты жалмауыз шығар, білмедім. Бар білетінім, сол тылсым күштің бір кезегі таза сезімім мен мөлдір махаббатымды бойымнан мүлде өшіруге күші жетпегендігі. Қайта жылдар өткен сайын мынау жалған дүниеде бір ғана жанды өліп өшіп сүйетіндігіме, сол үшін неге болса да көнетіндігіме ешбір шүбә келтіре алмадым. Өмірімнің бар қызығы, бар қызуы өткен күндердің өлшемі болып қалғандықтан тек соны ғана аңсаумен өмір сүріп жүргенімді ақыры мойындадым. Иә, тергеу барысында сіздің курстасыңызбен тілдескемін. Бірақ сізде қолында билігі, қалтасында қаражаты бар беделді банкирдің адам айтса сенгісіз, шытырманға шырмалуы қисынсыз. Бәрінен запы болдым. Өзің сүймегенге сүйікті көріну тозаққа түскенмен бірдей. Сол тозақтан құтылсам дедім. Бірақ жалған намыс жібермеді. Балам бар. Бала алдындағы әкелік борыш бәрінен де ауыр жүк. Осы кезге дейін менің мақсатым оны түрім жетім етпеу. Бірақ жүрекке түскен жара өмір бойы жазылмайтын жара. Ол қалай бұралаңдасам да, қалай бұлғынсам да, санамды санға, ойымды онға бөліп маза бермеді. Адам жеңілсе сезімінен ғана жеңіледі. Ақыры жеңілдім. Өзім түскен тұңғиықтан малтып шығып, аяулыма жетудің жолдарын іздедім. Соңғы кезде Әзірбайжан жазушысы Шыңғыс Абдуллаевтың детективтерін көп оқитынмын. Қолыма оның «Покушение на власть, субъект власти» атты кітабы түсті. Кітапты оқып отырып, бұрынғы барлаушы генерал Гитлердің өзін-өзі өлдіге санату үшін жансаған конспирациясын оқығанда құла түзден тентіреп жүрген жолаушының алдынан үміт сәулесі үрленгендей жоспарымды жүзеге асыруға тәуекел еттім. Сөйтіп, әбден мезеткен, алдамшы тірліктен безіп, өмірімді өзгертуге белді бекен болдым. Жылдар бойы жүрегімнің түбінде жатталып, мойыл көздері мөлдіреп тұрғандай, жанымды шырқыратқан сүйген жарыма осы жол арқылы кедергісіз жетіп баратындай қанаттандым. Сүлеймен пайғамбардың өзі ибалы аруларды періште тұтқан. Айғыз ибалы болмаса, менің баламды жүрегіне жүгетіп жүріп, менің үйленетінімді естігенде жетіп келмес пе еді. Оны ибасы мен ұяты ұстап қалды. Полковник, мен бұрын соңды ешкіммен ашылып сырласып көрмеппін. Бұл ессіздікке өзім үшін емес, мерей үшін басымды тіктім. Өз қолы өз аузына жеткен ұлға әкесі тастап кетіпті деген жаманаттан гөрі әкесі өлді деген әлдеқайда жеңіл тиер деп ойладым. Азамат болғанда тастанды бала атануға намыстанар деп ұлымды аядым. Өзімді аямадым. Қой баққан ой бағады, ақша баққан ақылынан айырылады деген дұрыс шығар. Бұным ақымақтық. Бірақ кейін қайта жол бар ма, айтыңызшы. Мен өзімше өлімнің жеңілу емес, жеңіс екенін дәлелдегім келді. Бірақ жеме-жемге келгенде жеңілгенімді түсіндім. Сіз қазір құжатыңыз бойынша Тұрсынзада Ибрагимов, қырғыз елінің азаматысыз, солай емес пе? Иә, енді бұрынғы банкир өлді емес пе? Бұл шетелге кету үшін жасалған жалған құжат.
Бұған үйрендіңіз бе? Ептеп. Әйеліңіз шетелге қашып кетті деп үстіңізден арыз түсірді. Мәйітке қайта сараптама жасауды сұрады. Балаңыз одан бас тартты. Балам солай десе, солай болуға тиіс. Біз әу бастан бұл бақытсыздық жағдай деп істі жапқанбыз. Әйеліңіз арыз жазбағанда тергеу ісі қайта жанданбайтын еді. Шешінген судан тайынбас деген. Енді кейін қарай жол жоқ екенін өзіңіз біліп отырсыз. Сыртым бүтін, ішім түтін боп. Сонша жыл тағдырдың тәлкегіне ұшырадым. Сонша жыл жарық құшағының жылуын көрмей, көнбісті, көн тулақтай ғұмыр кештім. Баламды үйлендірген соң, бір кезде маңдайыма жазылған балдай тәтті бақытымнан айырылып қалғаным есіме түсіп, аласапыран күй кештім. Байлықтан, биліктен запы болып, содан құтқаратын жол іздеп аласұрдым. Бәрін тәрк етіп, көз көрмес, құлақ естімес бір жаққа кетіп қалғым келді. Ертегілердей басыма көрінбейтін қалпақ киіп, жоғалып кеткім келетін. Осылай шерменде күйге түсіп жүргенімде, курстасым Айнұрмен кездестім. Ол айғызбен баламның мені іздеп келіп кеткенін айтты. Ұшайын деп тұрған құсқа тәйт деген соң не жорық демей ме? Одан былайғы жағдайды өзіңіз біліп отырсыз. Сіз білесіз бе, бізге соншалықты қарапайым көрінетін өмірдің қалтарысы мен қарбаласы көп екен. Әрі беріден соң сонша жыл тырбынып, етіс тартыс боп жеткен мәртебеңді де, дәрежеңді де місе тұтпай, кәдімгі пенделік бақытты, пенделік ауыз күйісті аңсайды екенсің. Мен сол өзіме тиесіліні аңсадым. Бәлкім қым-қуат, тіршіліктің де мән мағынасы сонда болар. Райыстың қалта телефоны дзетті. Иә, Мұқан тыңдап тұрмын. Қоңыр ханым арызын қайтып алды ма? Өте дұрыс болған. Онда істі қысқартыңыз. Міне Бағлан Құттыбайұлы. Енді жолыңыз болды деп айта аламын. Әйеліңіз арызын қайтарып алыпты. Бірақ сіз кеткен жағыңыздан неге келдіңіз? Менімен кездесу үшін емес шығар? Жас кезімізде құйрығына шала байлаған деген сөзді жиі естуші едік. Менің кесірімнен аңғау достарым запа шегіп, жауапқа тартылып жатқан жоқ па деген ойлар маза бермеді. Оларға не жаза қолданасыз? Қатаң түрде ескерту жасалды. Анығын айтсам, менің басымнан өткен оқиғаның басты кейіпкері ақша. Интернеттен футуролог Жан Фресконың мақаласын оқыдым. Ол былай дейді: келешекте біз ақшадан бас тартуымыз керек. Ұлы дағдарыс кезінде осыны түсіндім. Бәріміз ақшаға құнығып кеттік. Содан болар оның адам басындағы бар зұлымдықтың бастау көзі екендігіне мән берілмейтін болды. Бұл ақша алпауыт елдердің экономикасын үйлестіреді, реттейді. Ал шағындары бұрынғыша қайшылана түседі. Ақшаның көмегімен елді тақырға отырғызуға, үкіметті құлатуға болады. Ақша бізді бәсекелестікке итереді. Бір-бірімізді көре алмайтын қаскүнемдікке, кесіп алса қан тамбайтын сараңдыққа үйретеді. Әлемдегі бар бақытсыздық содан туындайды. Қылмыс, соғыс, тойымсыздық. Ақшаның қоғамға, адам баласының өсіп өркендеуіне кері әсерін есепсіз санай беруге болады. Ақшаны алып тастаңыз. Есірткі, жезөкшелік, ойын бизнесі, бәсекелестік, жемқорлық бәрі болмайды. Сізге санырақ болып естілер. Өзіңіз ойлаңыз. Көптеген адамдар ақшасыз өмір сүру мүмкін емес деп ойлайды. Міне, сізге оның қарапайым керісінше дәлелдеуі. Сіз барса келмес аралда $1 миллион толы қол сандықпен қалып қойдыңыз. Айналада басқа түк жоқ. Аулап алатын балық та, аң да жоқ. Тіпті ішетін бір жыртым су да жоқ.
Сіз өмір сүре аласыз ба? Әлде бір сандық долларды құшақтап, ешкімге керегі жоқ қағазды құшақтап, аштан өлесіз бе? Деп жазады. Осыны оқып қатты толқисың. Бізбен сіз күресіп жатқан жемқорлықты жою үшін ақшаны жою керек екен. Тек оның орнына басқа бір құндылықты ойлап табу керек. Сосын сол құндылықпен күресіп кетпейміз бе? Соның жолын шетелдік ғалымдар мен қаржыгерлермен бірлесіп іздесем деймін. Осы идеяңызды сомдап, жан-жақты зерттеп, елге бір пайдаңызды тигізерсіз. Енді сол мақсатқа жету жолында тер төгемін. Райс Сапарұлы офисіне жақындай бергенде, бір шөкім бұлт жоқ ашық аспанда күміс қанатты Боинг ұшып бара жатты. Оның есіне банкирдің осы кезге дейін ақшаның құлы болдым, енді махаббаттың құлы болғым келеді деген сөз түсіп басын шайқады. Кенет ойына очный ставка жасаса не болар екен деген сауал түсті де оған жауап таппады. Бірақ ол күн алыс емес. Әңгіменің соңы. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.